Достар, сәлем! Каналыма тіркеліп лайк басқаныңыз үшін рахмет. Ұлытау деген қызықты ертегіні тыңдауға шақырамын. Баяғы заманда бір дәулетті сараң бай өмір сүріпті. Бір күні бай базарға келсе, онда тұрған кішкентай баланы көреді. Ақша тапқың келе ме деп бай одан сұрайды. Әрине, мен ашпын деп жауап қатады бала. Онда бос қаптарының қойдың терісін алып, менің артымнан ер. Олар тауға бет алады. Күн өте ыстық. Бай есекпен, ал бала оның артынан әрең ілесіп келеді. Олар Ұлытаудың басына шығады. Қаптарды алып, қойдың терісіне оранып, не болатынын күт. Бала терінің ішіне оранып жатады. Ал бай оны сыртынан арқанмен мықтап байлап қояды. Біраз уақыт өтеді. Осы кезде биіктен алып самұрық құс ұшып келіп қонады. Самұрық бала оралған орамды жоғарыға іліп әкетеді. Баланы шың басына әкеліп тастап ұшып кетеді. Бала қойдың терісінен шығып, сүйектердің арасында жатқан керемет жарқыраған асыл тастарды көреді. Төменнен бай, тастарды жинап, қаптарға сал да маған лақтыр деп айғайлайды. Бала қас қарайғанша жұмыс істейді. Бай, қаптар таусылды. Енді мен қалай түсемін? Оны ана сүйектер кеуіп кеткен сорлылардан сұра деп жауап беріп, бай кетіп қалады. Түн ортасында бүркіт ұшып келеді. Бала айламен оның тұяқты аяғына жармасады. Шошып кеткен бүркіт оны төменге түсіреді. Бала байды алдамақ болады. Ол киімін жыртып, бет-аузына күйе жағып, базарға келеді. Келесі күні сараң бай да базарға келіп, алба-жұлбасы шыққан кір қожалақ қайыршыны көреді. Ол өзі алдаған баланы танымады. Бала, мүмкін тірлігіңе бір нәрсе табарсың, ер менің соңымнан. Рақмет мырза, мен қандай жұмыс болса да келісемін деп жауап қатады алба-жұлба бала. Олар тауға жол тартады. Қаптарды алып қойдың терісіне оранып, не болатынын күт. Мынау қалай? Түсінсем бұйырмасын. Сен одан да қалай орану керектігін көрсетсеңізші. Бай әхлеп-үхлеп қойдың терісіне оранады. Ал бала орамды мықты арқанмен орап, байлап тастайды. Бір кезде самұрық құс ұшып келіп, байлаулы жатқан байды іліп алып, Ұлытаудың шыңының басына алып кетеді. Әй бай, сен кімді алдап едің? Есіңе түсірші, мен сол адаммын, деп айқайлайды бала. Қымбаттым менің, маған төмен түсуге көмектесші деп шошып кетеді бай. Қаптарды асыл тастарға толтырып маған лақтыр, ал мен саған қалай шығуға кеңес беремін. Бай қаптарды асыл тастармен толтырып төменге лақтырады. Бала оған, бай, бар күшіңмен жүгіріп секір, мұнда жел қатты. Жел сені қағып алады, содан жерге түсесің. Бай балаға сенбейді. Бірақ амал қанша, бала аман түсті ғой. Бай бар пәрменімен жүгіріп келіп секіріп түседі. Осылайша байдың күл-талқаны шығады. Бала қаптарды есекке артып қалаға жөнеледі. Осылайша біздің ертегіміз де бітті. Бай дәулетті болса да оған бәрі аз көрінді. Сараңдық пен қатыгездік оның түбіне жетті.